Шымкент десек өзімізге тиеді. Шынымен ұят болып кетті мына тірліктерің ше. Мына армиядан келгенге той істеп беру деген вообще ұят нәрсе. Сосын бесік тойға еркектер бару дегенді қойыңдар, тоқтатыңдар. Ұят нәрсе ғой. 4-ақ кемпірмен өтеді, 4 кемпірмен өтетін той еді ғой. Есімде баяғыда апаларымыз апаратын тұғын. Лично мен есімде апам апаратын тұғын. Тура қандай той екенін білмеймін, бірақ әйтеуір сол тышты жаққа айтқанбыз. Кішкентай шеголек та ұят нәрсе кәдімгідей. Бесік тойға кәдімгідей еркектер барып жүр да. Действительно тоқтатыңдар, бармайым деп айтыңдар конкретно, қояды одан кейін. Аяқта құда да айту керек, мазаламау керек. Құда кесеңізші, үйтсеңізші, бүйтсеңізші деп. Бір-екі досын ақ біледі. Құданың бір өзі келмейді ғой, мысалы, інісін ақ біледі, қой жүр дейді. Інісі амал жоқ, ұялғаннан бауыр үшін мақыл дейді. Бесік тойға еркек барған деген болмайды, өзімізден бәленің барлығы ше. Дұрыс емес, тоқтатыңдар, кәдімгідей ыңғайсызданып кетесің, анарда отырамайсың. Ұят нәрсе. Бесік тойға 30 адам, 40 адам болып бару деген нәрсе. Амал жоқ, ұялғаннан келеді, действительно сен қоймағаннан кейін келеді. Бесік тойға әйелдердің тойы, тоқтатыңдар, таки-так той жетеді. Үйдегілеріңе айтыңдар, шақырымыз яғмасын. Құдаға звонда деп звонт еттіреді, қоймай. Соң құда ұялғаннан мақыл дейді, ол болса да қасына біреуді ертіп келеді, олдан қайсанып отырады, мынаяқта құдадан қайсанып отырады. Екі құда да бірін-біріне іштенге дей алмайды, ұялғаннан отырады, амал жоқ. Тоқтатыңдар, мына нәрсе шілей болып кетті кәдімгідей. Бесік тойға вообще бармандар, Жүсіп ағамызда өткенде айтып жатыр, 1 жасар қыздың тойында тойлап жатыр деп жатыр. Ұят қой кәдімгідей. Тойдан басқа бірдеңе істеп жатырық па, тек жарнама, тамақты реклама жасаймыз, болмайтын бір нәрселер істеп жүргей. Бас жарнамалайтынымыз әсіп, массажер, басқа еш нәрсе істеп жатқан жоқ біз. Аяқта шарлап айып жүр, диск шығарып жатырық, баллон шығарып жатырық, мәшин шығарып жатырық деп. Конечно, біз тоймен әлек болып жатсақ, олар білгенін істейді. Тоқтатыңдар, бесік тойға еркек барған деген нәрсе, ұят нәрсе кәдімгідей. Өте ұят нәрсе. Бірден бармай қойыңдар конкретно. Айтыңдар қатындарыңа бармайым деңдер. Болды, не істесең де бармайым да, құдаға звондамайшы. Құдаға звондайсың ба, құда бесік тойға давай. Кеме қой, мен де бармайым да, ол да түсінеді, жүрегі жарылып кетеді о кеме десең ше. Наоборот, қуанып кетеді. Қоймайсыңдар кәдімгідей. Қыз баласы ұят болады, жыламасын, үйтпесін, бүйтпесін деп. Шіле болмайды, ұят нәрсе ол. Екі құдағидың тірлігі ол. Кәдімгі болмайтын нәрсе істеп. Армиядан келгендер тоқтатыңдар, сендерде өгіздей болып. Прям бір